Бүгінде өте аз зейнетақы алатындар аз емес. Кезінде еңбек стажын дәлелдей алмай, ең төменгі зейнетақыға шүкіршілік етіп отырғандар да жоқ емес. Дегенмен әділ соттың арқасында әділеттілікке қол жеткізуге болады екен. Сонымен, жуырда қазақстандық ер адам 13 жыл бойы колхозда жұмыс істегенін дәлелдеу арқылы әділ зейнетақыға қол жеткізді. Павлодар облыстық сотының хабарлауынша, сот зейнетақы алу үшін қажетті жұмыс тәжірибесін растады. Ер адам 13 жыл бойы колхозда жұмыс істегенін дәлелдей алды. Павлодар облыстық соттарының ресми телеграм арнасында хабарлағандай, Успен аудандық соты заңды маңызы бар фактіні анықтау үшін азаматтық істі қараған болатын. Сот аталмыш істі жан-жақты зерделеді. Талапкер сотқа талап арыз беріп, 1979 жылдан 1992 жылға дейін Маяк колхозында механизатор болып жұмыс істеген кезеңін соттан тыс іс жүргізусіз оның еңбек өтіліне қосуға болмайтынын алға тартты. Мұрағаттық жазбаларға сәйкес, ол осы кезеңдегі жалақы туралы жазбаларда көрсетілмеген және бұл кезеңге арналған құжаттар мұрағатқа ешқашан тапсырылмаған. Дегенмен, талапкердің осы лауазымға қабылданғанын және жұмыстан босатылғанын растайтын еңбек кітапшасы қолында бар. Сот отырысында талапкер өз талаптарын толық қолдап, оларды қанағаттандыруды сұрады. Сот талапкердің даулы кезеңде жұмыс істегенін, оның еңбек кітапшасындағы жазбалармен, сондай-ақ ол ұсынған құжаттармен расталғанын анықтады. Айқындалған мән-жайларды ескере отырып, сот өтінішті қанағаттандырды. Себебі бұл фактіні анықтау, қарттық зейнетақы мөлшерін тағайындау және анықтау үшін заңды маңызға ие және өтініш берушіге зейнетақы төлемдерін алу құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осылайша зейнеткер соттың арқасында әділ шешімге қол жеткізді. Сот шешімі заңды күшіне енді. Кеңес кезеңінде колхоз-совхоздарда жұмыс істеген көптеген зейнеткерлер кейін одақ тарағаннан кейін ең төменгі зейнетақы алып келгені белгілі. Көпшілігі заңдық барьерлерге, кедергілерге тап болып, заңдық зейнетақыларына қол жеткізе алмады. Көп қағазбастылық барған жерінде көптеген құжаттарды жинау қажеттілігі, архивтегі құжаттардың жетіспеушілігі салдарынан әділеттілікке қол жеткізе алмай қолын сілтеп кеткен азаматтар көп. Дегенмен соңына дейін күресіп, әділеттілікке қол жеткізіп жатқандар да аз емес. Өзінің заңды еңбек өтілін растай алу үшін де көп жүгірісті қажет етеді. Егер дәлелдей алсаңыз, сот заңды күшіне ендіріп беруге қауқарлы.